Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен барлығына белгілі селпат шубай салатын рецептісімен бөлісетін боламын. Жаңа жылдық дастарханда көптеп кездесетін салаттардың бірі. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге осындай қайнатылған қызылша және де тазалап туралынған селедка, қайнатылған 2 жұмыртқа, 1 сәбіз, 2 картоп қажет болады. Селедкамызды тазалап ұсақтап турап алдым. Енді осылай ыдысымызға ақырындап түзулеп селедкамызды салатын боламыз. Қайнатылған картопымызды үккіштің үлкен жағынан өткізіп, осылай селедкамыздың үстіне туралап салып шығамыз. Картоптан кейін кішкене тұз сепсек те болады. Одан кейін үстіне осылай майонезді сеуіп шығамыз. Майонезден кейін сәбізімізді саламыз үккіштен өткізіп. Сәбізден кейін тағы да майонез себеміз. Енді жұмыртқамызды үккіштен өткізіп салатын боламыз. Сосын тағы да майонез себеміз. Және де ең соңынан қызылшамызды үстіне саламыз. Ақырын бір келкі қызылшамыздың барлығын видеода көрсетілгендей салатымыздың үстінен толықтай жауып шығамыз. Ең соңынан үстінен осылай майонезбен неше түрлі формалармен әсемдеуге болады. Ол маңызды емес. Және де жұмыртқаның сарысымен де әсемдеп қоюға болады. Міне достар, осымен біздің салатымыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.